ғажап. Не айтсам екен? Көп ойлар басыма сыймай жатыр. Мынандай табиғат, жаратылыстың ең бір бай жерінде, ең бір жақсы жер көп қой, соның біреуінде біз дем алып жатырмыз. Жанымда құдағиым бар, келінім бар. Жаныма жалғыз келінім, жалғыз. Единственный деймін ғой, жалғыз келінім. Бірақ солардың арқасында, өзімнің де арқамда, табиғаттың, елімнің, отанымның маған берген қуатының, білімінің арқасында мен қазір өмір танып, өмірдің өзі жас күнімнен, мынандай күнімнен танушы едім, одан сайын танып қазір балқып, шалқып. Менің 85-ім осындай. 85-ке келу арман болса, 85-ке келгенде осылай жүру тіпті де арман екен. Балаларың мақтансын, жаныңдағылар сізге ұқсағымыз келеді, бата беріңізші, жақсы сөз айтыңызшы, сіздей болғымыз келеді. Я, Алланың сүйген құлы болу, ол бір адамның бағы. Алла өзі жаратады, өзі сүйеді екен. Сол сүйетін қасиеттерді өзі береді. Мен сонда өзімнің ортама сыйымды болғаныма, осыны көре білгеніме, осыны айта біліп, халыққа жеткізе біліп, мен де сіздей болғым келеді, бата беріңізші дегенге өте қуанамын. 85, білем, маған берген Алланың сыйы. 85-ке келген адамның батасы қабыл болады дейді. Ол да дұрыс, өйткені ол көрмеген жоқ. Біз батырмыз. Қаншама еңбек еттік, қаншама өзіміздің қазағымыздың тәрбиесіне, өсуіне, жетілуіне көмектестік. Ал бүгінгі күні соның қызығын көріп, рахаттанып жүрміз. Ал енді біздің жастық шақты айтпай қояйын, соның өзінде өте бір жақсы өмір сүргендей болыппыз ғой. Қиындықпен күресіп жүріп, әшейін міне деп жүріп, қаншама халықты аузымызға қаратып, міне осыған мен қуанамын. Соның нәтижесі деп білемін. Бүгін мен сол еңбегімнің нәтижесі деп білемін. Балалардың менің осында келіп, мен бұрында болғанмын. Мынау Турцияның Анталия деген жерінде. Бірақ мен онда қызмет бабымен болдым. Мен онда тағы да басқа бір саладармен болдым. Онда да өзімізді көрсетуге тырыстым. Сөйлегенде жерім бар. Соның бәрі есіме түсіп жатыр. Ал бүгін мен рахаттанып балалардың арқасында бүйтіп барлығына қарап, есіме түсіріп, осының бәріне Аллаға риза болып, өміріме риза болып, ең бастысы балаларыма риза болып, халқыма риза болып жүрмін. Өйткені олар да 85-ке келуді армандасын. Ал 85-ке келу деген оңай емес. Ол ақылмен, еңбекпен, өзің тәрбиелеп өсіп соларды, соны білетіндей, көретіндей едім. Міне сонымен қазір мен мақтанамын, қазір мен жасап жүрмін, жасаймын. Айтарым көп, айтамын, беремін. Әлі де өмір сүре береміз, әлі де көреміз.